Ассалаумағалейкум жігіттер. Қазақстанда көптеген мына қайсы көліктері жақсы, электромобиль ма, электричка деп айтады жігіттер. Немесе бензин қозғалғышпен көліктері жақсы, қайсы жақсы деп сұрайды, дауласады. Менің ойымша, мен көптеген жігіттермен сөйлесіп көрдім. Олардың айтуынша, маркасыз электромобильден айтпаймын, жарнама жасамаймын оларға. Олардың айтуынша, өзі толық электромобиль толық зарядтауға 40 минут кетеді. Ол ұзақ емес, бір кофе барып ішіп аласыз, ұялы телефон қарап, уақыт тез өтеді. Бір зарядтауға 2500-2600 толық зарядтауға ақша керек, қажет. Сондықтан да осы толық зарядтаумен Алматы ішінде шамамен 400 километр айдап жүрсеңіз болады, жетеді. 400 километр жетеді. Сондықтан зарядтарға электромобильдің не мәселесі бар? Ол жазда кондиционер қоссаңыз, ол көп тұтынбайды, көп электроэнергия тұтынбайды. Ал қыста қозғалтқыш жоқ, ол қозғалтқыш бензин болса, ол жылы алады сол қозғалтқыштан. Ал мына қозғалтқыш жоқ, электромобильдің спиральдан салонға жылытқыштарға жылыту керек. Ол спираль қыздырады ғой, қыздырғанда көп электр энергиясынан тұтынады. Тұтынғанда қыста пешке қызылтқышты қосқанда 200-250 километр толық зарядтауға жетеді. Ол көп емес. Тағы не мәселе бар электромобильдің? Не мәселесі бар? Қалааралық трассаға шықсаңыз, бізде электрозаряд станциясы жеткіліксіз Қазақстанда. Сондықтан да көп мынандай трассаға қыста бір жерде тұрып қаласыз ғой, Құдай сақтасын. Ол ыңғайсыз. Ал тағы не бар? Ол қыста қоссаңыз, ол бетіне соққы береді ғой, ыстық ауа бетіне. Ал аяққа тоңып қалады дейді жігіттер. Аяққа соққы бермейді. Себебі мынандай бензин қозғалтқыш бар, ол жабады ғой, сол жерден тартады ғой. Тағы да бензин қозғалтқыш бар болса, бір толық бак толтыруға 10-12 мың теңге кетеді шамамен. Үлкен көлік болса, одан көп, ол арзан емес. Бірақ сіз жазда да, қыста да жүре аласыз. Қалааралық трассаға шыға аласыз. Себебі бізде Қазақстанда жанармай құю станциясы көп, жетеді. Бірақ мен ойымша, мен пікірім біреудің сұрасаңыз, мен ойымша Қазақстан үшін, Қазақстанға ең мықты, ең жақсы гибрид көліктері керек. Себебі көп гибрид көп бензин, жанармай тұтынбайды, жемейді. Бірақ қалааралық жазда, қыста жүре аласыз. Гибридпен тағы да қалааралық трассаға шығуға болады. Осындай. Ал сіз осы сұраққа қалай ойлайсыз? Өзіңіз пікіріңізді түсініктемелерде жазыңыз. Назарыңызға рахмет.